Саламатсыздарбы балалар? Бүгүнкү өтетін тақырыбымыз денсаулыққа апарар жол. 5 ережесін бірге қайталайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі дені саудың жаны сау. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығы мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшынып кіріседі. Жаңа ақпарат. Денсаулық баға жетпес байлық. Ниеті түзу, ойы таза адамның денсаулығы мықты болады. Денені үнемі шынықтыру керек. Денсаулықты күте білсен, ұзақ уақыт өмір сүресің. Жанның саулығы тәнді сұлуландырады. Денсаулықтың өзінің құпиялары бар. Сонымен танысайық. Таза ауа, табиғи су ішу, спортпен айналысу, жақсы сөздерді сөйлеу, таза ой ойлау, дұрыс тамақтану, тазалықты сақтау, зәнді әрекеттерге жоламау және күнге көп қыздырыну. Аға, далаға шығып ойнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Үйде болғаның дұрыс. Тиетін суық ақыры тиіп қойды ғой. Бұдан қатты ауырып қалмаспын. Данажан, ауруды асқындырып алмау үшін суықтан сақтанып емделу қажет. Аға, ал мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Бар. Ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамда ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті. Денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын. Тазалықты да сақтаймын. Дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын болам. Дұрыс, Дана. Жаттығулар жүрек пен өкпеге күш береді. Сонымен бірге, жаттығу кезінде сақ болу да маңызды. Қалайша? Денең қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше, қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі, желден сақ болу керек. Онда желді, жаңбырлы күндері дене шынықтырумен айналыспаған дұрыс шығар? Жоқ, ауа райы жаттығу жасауға бөгет емес. Жаңбырлы күні жаттығуды үйдің ішінде музыка қосып қойып жасаған жақсы. Қатты терлепсің ғой? Иә, көрпе жамылғаннан шығар. Терлегенің жақсы болды. Тер дегеніміз денедегі ерекше бездерден бөлініп, тері арқылы сыртқа шығатын ағзаға керексіз зат. Оның шыққаны денсаулыққа пайдалы. Мен ауырып қалуымның себебін білдім. Кеше дене шынықтыру сабағынан шөлдеп шығып, бірден суық су ішіп едім. Данажан, бұдан бұлай олай істемейсің ғой? Жоқ. Сен жазылған соң саябаққа барамыз. Мен онда дәрімді уақытылы ішіп, тезірек жазылуға тырысам.
Қайталайық. Денсаулық. Адам бойында вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Жаттығулар денені сергек, әрі шымыр етуге көмектеседі. Қан айналымын реттейді. Жүрек пен өкпеге күш береді. Бұлшық еттерді ширатып, сүйектердің қозғалысында реттейді. Дене шынықтыру, көңіл күйдің де көтеріңкі болуына көмектеседі. Жаттығу кезіндегі қауіпсіздік шарасы. Денеге бірден көп күш түсірмей, жеңіл жаттығулардан бастап, денені қыздырып алу керек. Денен қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып, су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі желден сақ болу керек. Ал енді балалар бірге оқулықташып, тапсырманы бірге орындайық. 121 бетті ашайық, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөздердің ішінен денсаулықты жақсартатын қасиеттерді тауып жазыңдар. Қажетті сөздер: адал ниет, қызғаншақтық, сарандық, кеңпейілділік, жақсы ой, жылы сөз, ашушандық. Қайсысы дұрыс, дәптерімізге жазып аламыз. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырманы назар аударайық. Суреттерді қарап, сендер қай балаға ұқсағыларың келеді? Неліктен? Соны айтып беріңдер. Келесі айдарымызға кезек берейік. Топпен ән айту. Ер жүрек жалауы, спорт, спорт, спорт. Жастардың қалауы, спорт, спорт, спорт. Жеңістің алауы, ерліктің алаңы. Туыңды көтерген, ерлікті аңсадың, жеңіске жеткізген батырлар. Елдікті, ерлікті көрсеткен батырлар, ерінбей ел үшін тер төккен. Үйге тапсырма: менің күн тәртібім туралы сурет салып келу. Бүгінгі сабағымыз қорытындылайық балалар. Денемізді тік ұстап, бүгінгі сабағымыздан алған жақсы қасиеттер жүрегімізде сақтап, оны күнделікті өмірде қолдана білейік. Жақсы сөзді айтып, жақсы ойларды ойлап, жақсы әрекет жасап. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.